панкреатит бар деді, бауырды майланған, өттің толған, бүйректе құмдар бар, аяғымда артроз первой, второй степени деді. Ең жаман нәрсе адамның эмоциясы мен көңіл күйін басқара алмауы. Жұмыс, карьера, атақ, бизнес, үй, көлік бәрі ол аксессуар, жылтырақ дүние. Армысыздар, құрметті Нұрсұла каналының көрермендері. Бүгін сонау Орал қаласына келген көркем қарындасымыз өзінің денсаулығы жайлы, соның алдын алу үшін, болмаса ауырса емделу үшін не істеу керек екенін жайлы айтады. Өте қызықты сұхбат болады деп ойлаймын. Көлікпен алыс жолға шығар кезде міндетті түрде СТО-ға апарып тексеріп аламыз. Мен үнемі таныстарымда өзімде сөйтемін. Біраз жүрілген көлік болса, әрине салоннан жаңа алған көлік болса, үйте қоймаймыз да. Содан кейін жылына бір рет, екі рет ТО дейді, техобслуживание өткізіп отырамыз, майын ауыстырып отырамыз деген сияқты. Ал өзіміз іш жеріміз ауырмаса, айтамыз, ой, бәрі қалыпты деп жүре береміз. Бірақ осы қазір көркемнің мысалынан көресіздер, жаңа ғана қысқа ғана мен сұрағанда айтты, адам 28-30-дан асқаннан кейін, 30 жасқа дейін жаратушы, егер бәрін дұрыс жасасаңыз, өзінің кепілдік гарантия береді. Ол жер іштерің ауырмаса, апарып анализ тапсырып, соны ізденудің қажеті жоқ. Әрине, ішің түйіп, дәретін қатып, басың ауырып, бір қолайсыз жағдай бола бастаған кезде барып анализ тапсыру керек. Бірден дәрігерге барасап, укол система алғанның орнына. Ал енді 30-дан асқаннан кейін жылына бір рет чекап, скрин дейді. Оны үкімет тегінде жасады. Соны жасап отыру міндетті. Қаныңыз тапсырып, дәретіңіз тапсырып, УЗИ-дан өтіп. Міне көркем қарындасымызда бұлай анша кереметшілікке мазаламайды. Бірақ осы жаққа келетін кезде біз бәрін айтамыз, анализ тапсырыңыздар деп. Бір 30-40 мың, 50 мың теңгенің маңайында тұрады. Көбі соны қымбат сынады, ой мынау шығын ғой деген сияқты. Мен той жасауға, үйге бір керемет телевизор алуға, 300-400 мың теңгеге телефон сатып алуға ақшамызды аямаймыз. Ал өзіңнің денсаулығыңда кінәрат бар ма екен? Сен бір қатерлі ауруға ұшырап кетпейсің бе? Соны тексерші дегенге 40-50 мың теңгені аяймыз. Осы өте қате түсінік. Осыдан кейін сіздер, осы 30-дан асқан адамдардың бәрі толық барып чекап тапсырасыздар деген үміттемін. Сіздің осында келер алдында тапсыр деп біз тапсырма бердік қой. Соны не байқадыңыз, қандай мәселе туындап келе жатыр екен? Біріншіден армысыздар, сәлеметсіздер ме, тыңдаушылар, көрермендер. Мен мына Ахметбек Нұрсұла мырзаның каналын, YouTube каналын бәрін тыңдап жүргенмін. Негізі өзімнің өмірде ұстанымым бар. Тап сіздің пікіріңіз сияқты. Дұрыс тамақтану. Бәрін ұстаймын. Неме шұғылданамын спортпен, өзім хореографпын, жүргіземін әйелдерге. Бірақ өзіме осы туған күніме сыйлық ретінде 3-ші маусымда еңбек демалысына шыққан кезде бірден 43-ші ағымға келдім. Бұл кісінің сізге риза болып, осы бүкіл біліміңізді осы бізге таратып, халық білсін деп, бар біліміңізді осы бізге беріп жатсыз ғой. Соны мен сізді көзбе-көз көріп, сізді өзіңізбен танысайын, жүздесейін, осы беріп жатқан денсаулық жөнінде сауықтыру, шынықтыру тәсіліңізді өте құптап, риза болып сізге, ризашылығымен сізге осы орталыққа келдім. Келер алдында маған айтты, шыны керек, мен асығыс болдым, билет басқа шаруалармен бір күн қалғанда анализ тапсыруға сіз міндетті түрде сараптама алып келіңіз деді. Сосын мен бір күн, жарты күннің ішінде өтіп келген жағдайда білгенім, мына ұйқы безінде өзгеріс бар. Қарғарай білесіз ғой, панкреатит болуы мүмкін. Панкреатит бар деді, бауырды майланған, өттің толған, сосын бөтекемде құмдар бар. Бүйректе, бүйректе, иә. Сосын аяғымда бір, осы тек 3-4 ай болды, аяғымда дізем білініп бастады. Артроз первой, второй степени деді. Міне қараңыздар, бұл кісі өзі айтып отыр. Мен салауатты өмір салтын ұстанам. Арақ ішпейді, тәттіні көп жемейді, дұрыс тамақтанады. Оңен хореограф, үнемі қимыл үстінде. Дұрыс ерте жатып, ерте тұрасыз ба? Жоқ, жай жатасыз ба? Арасында болады енді. Бірақ ұстанам. Бірақ көбінесе ұстанам. Ерте тұрам. Соның өзінде ең басты ағзалар, осыны қарапайым ғана бұған дәрігер болып керек жоқ. Адамның иммунитеті, денсаулығы 80% мына асқазан ішек жолдарында. Ең басты ағзаның біреуі өт. Өт толды деген сөз, өт танбайды, өт танбағаннан кейін тамақ қорытылмайды. Біз тамақты қойып қойшы, үйге барғаннан кейін сасып шіри бастайды да. Ол ақырын сол процесс басталды деген сөз. Соның өкпе.
бүкіл қаныңызды сіз ауа таза емес. Көліктен шыққан газ, заводтардан шыққан газды жұтамыз амалсыз. Сол ауа ішіңе кіріп жатыр. Қаныңды былғап жатыр. Оны өкпе тазалап отыру керек, фильтр сияқты. Бүйрек қаныңды тазалап отыру керек. Артығын дәрет қылып шығарып тастап отыру керек. Ұйқы безі, инсулин бөліп отыру керек. Онсыз клеткалар дұрыс тамақ ала алмайды. 4 ең маңызды органның кішкене бұзылу басталған. Өте қатты күйрек емес, оған сіз қатты уайым жемеңіз, сіз уақытында келдіңіз. Сіз өзіңізге, тағдырыңызға, Аллаңызға рахмет айтыңыз. Өйткені бұл ақырын білдірмей, мысалы, бүйрек білесіз ғой, ауырып білдірмейді, бір күн семіп қалған кезде бітті. Диализге отырып тастайды. Сіз дер кезінде келдіңіз. Енді егер дәрігерге барсаңыз не болушы еді? Сіз дәрігерге жалпы барып дәрі ішіп көрдіңіз бе? Жоқ, мен дәрі ішпеймін. Бірақ таныстарыңыз бар ма? Мысалы, әке-шешеңіз, ағайын туғандарыңыз дәрігерге барып, дәрі ішіп жүрген, ауырып. Біздің отбасында негізі әкем бізді осындай табиғи жолмен Дәрі ішпеңдер, химия ішпеңдер. Тәрбиеледі. Біздің ұстанымыз солай. Алттан кейін тамақ жемейміз. Айран, көже, жаз кезінде қарбыз, қауын, ферментированный. таңертеңгі жүріс, осы тәрбие бізге ұласып келе жатыр. Ал енді дәріге барып, мысалы айталық, бүйрек ауыра бастады, дәретінен бір қан шыға бастады, болмаса дейік мысалы, өте ауырып батып, бар дәріге барса дейді, ойбай өтті алып қапты дейді. Содан кейін көп жағдайда бірден айтады, ота жасау керек, мынаны алып тастау керек дейді. Оны алып тастағаннан кейін бітті, бір сіздің өт қабығын алып тастағаннан кейін ол артық шегі жаратылған жоқ. Содан кейін дәрі бере бастайды. Ұрсасаң береді, бүйрегіңізге бір дәрі береді, ол ананың кішкене аурусынғанын басады, басқа ағзаңызды апарып күйрете бастайды. Сондықтан сіз дер кезінде келдіңіз, енді осы жерде біраз лекциялар тыңдадыңыз, денсаулық мәселесінде. Менде бір енді қазір мына неде отырық қой, ашық каналда. Мен негізі Оралға көшіп келгеннен кейін трамвай алдында жұмыссыз отырып қалдым. Сол маған себеп болды деп ойлаймын. Әйтпесе менде жаңа кішкене қант көтеріліпті. Таңғалдым мен. Қант көтерілсе преддиабет дейді. Жоқ, 8-де 4 болыпты. Бәрібір преддиабетический состояние. Менде бұрында болмаған. Менде ойлап тұрған, міне қазіргі жағдай стресс көпті. Жаңа жұмыссыздық или бір басқа мәселе менде сол себепті деп ойлаймын. Себебі. Бірақ сіздің орталыққа келіп, сізді көріп, сізде көзбе-көз өзіңіздің жаңа дәрісіңізді үйреніп, біліп, білмеген жетіліп, мен гипнозды жақсы түсінген, енді 1% ғой, қалғаны порталда тұр. Сосын суға түсіп, ең несі суға түсіп. Стресс кете ме суға түскен кезде? Тамаша, бүгін екінші күн өзім жеңіл ұшып жүрмін. Тауға мініп түстік, суға қайта түстік, өзім өте сол бұрынғы энергия, да? Иә, жіп-жеңіл сезініп тұрмын. Соған қуанып тұрмын. 3 килограмм арыдым. Көркем қарындасыма да осында, осы жолда біраз өте табиғи жаттығулар болды, әдейі ойлап шығармайтын. Өйткені, мысалы, төбелес деген бар да, кездейсоқ төбелесіп қалады. Әйелдерді төбелесіп жатады, шай іштарын шығып жатады. Енді неше түрлі жағдай болады, өмір болғаннан кейін. Ер азаматтар төбелесіп жатады. Сол, ал енді бокста төбелес қой. Одан кейін қазір ережесі жекпе-жек деген бар да. Төбелеседі, кәдімгідей бұрын қарын жосағып, талып қалғанша сабайды. Бірақ сол төбелестің алдында шынығу бар, тренировка дейді. Спарринг партнерді алады да, бірін-бірі ұрады. Былай қарағанда, былай дос, араласып жүрген адам қолбақ киіп алады да, бірін-бірі мұрыннан, беттен, бауырдан, бүйректен кәдімгідей сабайды. Өйткені келісіп алып сабайды. Бұл жерде ашу-ыза жоқ, айтады. Сен мен ұрып, мен сен ұрайын, қорғанайық. Өйткені кейін рингке шыққанда қажет болады дейді да. Осы тренингтерде, тренинг анау-мынау деп қанша айтқанмен, тренингтерде сондай жағдайды әдейі жасайды. Ұрыс керіс, талас, ренжіту. Өйткені өмірде сондай жағдай кездессе, сен дайын болуың керек. Ұрысып кетпеу үшін, жаңағыдай жерде мысалы жұмыстан шығып қалдың, жақын адамнан айырылып қалдың, бизнесінен айырылып қалдың, сол кезде үлкен соққы алмай, ол соққы сені денсаулығыңды құртып жібермеу үшін соған дайындық. Сондай ана ойлап шығара алмайтын жанжал осыдан 3-4 күн бұрын осында болды, кәдімгідей. Көздері шақырайып, айғайлап, күре тамыралау, білеуленіп, тіпті қолына бір-бір таяқ берсең төбелесіп кететіндей жағдай болды.
Сол кезде мен соны куә болдым. Содан кейін 2 күннен кейін сабасына түскеннен кейін соны талқыладық. Бәрі ойлаймын сырт көзбен өздеріне қарай алды. Бәрі сырт көзбен қарай алды. Кеше ғана оқиға болды, Фейсбукта күндіз-түні шулап жатыр. Бір үлкен 60-тан асқан пенсионер азамат бір жігіттің машинесін өтіп бара жатқан кезде сырып кеткен машинесі. Ана машина есік ашық тұрған, есігін кішкене сырып кеткен. Анау мынандай сақал қойып алған, бәрі жазып жатыр, сақалиттер, вахабиттер. Ана жігітті елдің көзінше ұрып өлтіріп тастады, ақсақалды. Сол жерде өліп қалды анау. Сонда анау эмоциясын ұстай алмағандықтан. Түкке тұрмайтын бір ары кеткенде бір 10-15 мың теңге ғана шығыны, соған ана кісі қашып жүр, анау қуалап ұрып жүр, тоқтай алмай қаны басына шауып кеткен. Ал ол кісі үйіндегі мына мысықты өлтір десе өлтірмеуші еді. Жаңағы азаматқа бар ғой, отырса мына мысықты қолмен бір қойып өлтіруші, таспен ұрып өлтіруші өлтірмеуші еді. Неге дегенде ана қан басына шапқан кезде байқамай қалады. Сол жерде ана күн сен мына Рамазан түсіріп тұрдың ба, айғай-шу болып жатқан кезде? Сол кезде камерамен, скрытый камерамен түсіріп тұрған кезде әркім адам өрден көретін еді. Ақ жерде жанжал ары қарай дамитын болса, ана жерде мынандай дәу-дәу азаматтар болды, төбелес болып, бірін-бірі өлтіріп жүруші еді. Сол кезде мен мысал келтірдім ғой, мына Дүнгеннің ауылын қалай жап-жас қазақтың жігіттері келді де, үйлерін өртеп, бауыздап, қанша адамды қолмен қырғын жасады. Сол қаншама жігіт, 30-40-50 жігіт сотталып кетті 15-20 жылға. Төкке тұрмайтын жағдайда. Сондықтан ең жаман нәрсе, осы жерде еске сақтап алыңыздар, адамның эмоциясы мен көңіл күйін басқара алмауы. Мен өзімге бақыттымын деп ойлаймын, өйткені жаңағыдай жағдай болса, машинем сырып кете ма, біреу маған боқтай ма, кеше машинамен келе жатқанда бір қыз жаман қылықтар көрсетті, мен мүлде әгеге міне күн шығып тұр, сол сияқты сабырлы күйде қарап отырамын сырттан. Бұл не болып жатыр деп. Жүрегіме қараймын, жүрегім тарсылап тұрған жоқ, жұдырығым түйіліп тұрған жоқ. Өмірде не жоғалтасың? Мысалы, мен 20 миллион доллар тұратын үлкен фабрикамды Назарбаевтың билігі кезінде мен Жақияновтармен бірге қарсы шығамын деп бір күнде тартып алды. Бір күнде емес, бір ай, 2 ай жүрді, тартып алды. Мен бір қаламсап жоғалтқандай соған қиналған жоқ. 2 миллион доллар минусқа кіріп кеттім, келгенде соған мүлде бір 1000 теңге, 2000 теңге адамға қарыз сияқты мен ешқандай көңіл күйім түскен жоқ. Өйткені көңіл күйің түссе, бітті, денсаулығын құртып, үлкен дертке шалдығып өлетініңді түсіндім. Сол кезде осы оқиғаны кішкене өзіңізде көркем басқасында болдыңыз. Мен қарадым, әйел адамдардың бір 5-6 ма, 7-8-і өтті агрессивный болды. Содан кейін енді тіпті ақылға қонбайтын әңгімелер айтып кетті. Ана біз шырын береміз. Соның давай бізге составын айт дейді да, бір әйел адам. Тура айғайлаған кезде составын білмейміз. Біз не ішіп жатырмыз деп қалш-қалш етіп. Екінші бір жігіт шықты. Ана бізге немене жасап жатсыңдар ғой, сендер клизма жасап жатсыңдар ғой. Соны қандай немене жасап жатсыңдар? Қанша пайыз ішіне немене бар? Мен айттым, аптекаға дәрі алған кезде ешқайсыларға айтпайсыңдар ғой. Болмаса дүкеннен барып кәмпит аласың. Кәмпит алғанда айтсаң, мына кәмпиттің не қостың, қандай заводта қандай құрам жасалды. Сондай ақылға қонбайтын бір бәле-бәтерді айтып кетті. Және оны әшейін айтып тұрған жоқ. Үлкен агрессиямен айтып жатыр. Әлемдегі соғыстардың бәрі адамның бірін-бірі өлтіруі осындай ой мен эмоцияны басқарудан басталады. Оған мысалы менің және менің қасымдағы Нұргүл, Рамазандар қатты қобалжи қойды деп ойламаймын. Мен мүлде қобалжымам жоқ. Әр жерде бетіме түкіріп жатса да, боқтап жатса да, қобалжымайтыным екі себеп. Біреуі, егер мен қобалжысам сол кезде, ананың жаман сөзіне, боқтағанына жала жаба бастады жаңағы. Мүлде ойға келмейтін өтірік жаланы жаба бастады да, бір әйел шықты да дейді, мен ана анализімді өткізіп едім, Шолпан деген әйел ана қабылдап отырған айтты дейді, аузың жауып отыр деген маған сообщение жіберді дейді. Шолпан менің жұбайым. Енді мен 100% қолымды кесіп беруге неменемін, даярмын да, аузың жауып отыр деп олтырмақ, ол баласын айтып көрген жоқ. 64-ке келді, өмір ондай сөзді айтпа тұрмақ, түсіне кірмейтін адам. Сондықтан мен ол әйелге айттым, сіздікі мынау жала. Жоқ, жала емес, мен дәлелдеймін. Онда бүйтейік, егер жала болмаса, мен видеоға түсірдім. Сіз соны деп айтқанын аудиомен жазып жіберсеңіз, болмаса WhatsApp-пен жазып жіберсеңіз, көрсетсе, міне Шолпан сөйтіп айт десеңіз, мен тыр жалаңа шешініп, мына Әл-Фараби көшесімен, анау Маваидан бастап, достыққа дейін тыр жалаңа шешініп жүруге уәде беремін. Мен ер азаматпын. Мені бәленбай миллион адам қарайды, мен сөзіме тұрам. Айтады ғой, сөзіңнің құны көк дейінде, сөзіңнің аузыңнан шықты ма, артыңнан шықты ма, сөзің. Мен ондай емеспін. Осылай бәс істейік.
егер өйтіп жазбаса сіз соны жасай аласыз ба деп едім. Ол немене сөз, жалаңаштығы неге сөз, онда неге жалаға жабасың, неге өтірік айтасыз. Екінші бір жігіт шықты, мына жерде сен біреуді қатыным деп айттың дейді. Айттым, бұл да жала ғой, неге, не болды соғырша, аспан жарылып айналып түсті ма? Егер қатыным деп айтқан, ол кезде тікелей эфир жүріп жатыр. Тікелей эфирде мен қатыным деген сөз шықса, сен менің елдің алдында тұр да, бетіңде былш еткізіп түкір қақырықпен. Осы халықтың алдында. Мен ренжімеймін. Сөйтіп айтылған рас болса, екеуміз қол алсақ, бәстесейік. Ал егер онда айтпасам, мен сенің сөз бетіңе түкіреймін. Жоқ. Тура бәрі битіп алған. Сол кезде байқап отырмын. Ананың өті де дұрыс жұмыс істемей, өтіне қауіп төніп жатыр, жүрегіне қауіп төніп жатыр, инсульт қаупі, онкология қаупі, инфаркт қаупі, инсульт қаупі. Өзінің өмірін құрбандыққа шалып жатыр. Былайша айтқанда өзінің өмірін құрбандыққа шалып жатыр да. Енді бір машинаның астына жүгірген сияқты, біреумен пышақ алып төбелескен сияқты айырмасы жоқ. Сені ішкі ағзаң күйрей бастайды. Бірақ соны көрген осы оқиғаның болғаны жақсы болды. Оны тікелей эфирден алып, оның тағы да монтаждап адамдарға көрсетеміз. Қалай адамдар өзі инсульт, инфаркт, онкология, тағып түрі ауруға шалдықтыратын. Соған дәлел міне көркем қарындасымыз мысалы айтады, әкем үйреткен, дәрі ішпе деген, салауатты өмір салты, кешке тамақ ішпей жат дейді. Бірақ жаңа жұмыстан айырылып қалдым ау. Енді мен ешкімге керегім жоқ. Қоғамда жүрген адам бітті, уайым қайғыға берілді ме? Сені артыңнан жаңа уайым қайғы сіздің артыңыздан бір аю қуып келе жатқан сияқты. Не дұрыс ұйқы жоқ, не тамақ дұрыс қорытылмайды, өттің дұрыс жұмыс істемей жатқаны, бүйректің дұрыс істемей жатқанының бәрі сол уайымның кеселі. Оны адамдар түсіне бермейді. Енді бір адам қайтыс болдым, бір адам жақыннан айырылып қалдым, бизнестен айырылып қалдым, болмаса біреуден запа шегеді да. Біреу болады ғой, жаңағы маған запа жала жапқан сияқты, сен үйтіп айтқансың, мысалы абысындарың болады, жеңгелерің болады, тағы біреу айтады. Сонан кейін ұмытпай ана тамақ жеп отырғанда ойлайды, тамақ жеп жатсың, сен ушып жатсың, тамақ жеп отырғанда ойлап отырсың. Сондықтан осы жерде мен негізге үйрететін ой мен эмоциядан ада болған адам 80-90% аурудан ада болады. Ал енді қалған уақытта жаңа 4 нәрсе да, тыңдап алыңыздар. Дұрыс тамақ ішпесеңіздер, әрине тәттіні көп жеген кезде ол глюкозаны көп нетеді, одан кейін қант диабеті, сондай нәрселерге ұшырайды. Ұйқы қанбаған адамның бетін әжім, шашы, жүрек ауыра бастайды екен, мелатонин бөлінбейді. Аз қимылдаған адам бойына қан тарамайды. Бірақ 90% нәрсе сол өкіну сіздікі уайым болды да. Уайым және тағдырға реніш па, адамға реніш па? Мен де сіз сияқты жаңағы фитнестан сабақ бердім, Ақтау қаласында, әйелдерге шығыс биінен сабақ бердім. И мекен ауыстырғаннан кейін жаңағыдай отырып қалдым. Отырғанда неге ренжідің? Тағдыр ма, жоқ біреуге ренжідің? Травма алдым. Жоқ, кімге, не үшін? Мысалы, адам біреуге ренжиді, жұмыстан. Алға жүру не жоқ. Өзіңізде жоқ? Жоқ, бизнестен бастау үшін бір нәрсе керек қой. Бір рет шықпады. Сол бизнес деген аксессуар екен. Ал өмір деген жанып тұрған сіздің от екен. Түсіндіңіз ба осы жерде? Түсіндім әрине. Түсіндің. Енді өмірде неше түрлі жағдай болады. Сондай өмірді ештеңеге айырбастауға болмайды. Өмірге қауіп төндіруге болмайтын. Түсіндіңіз ба? Жоқ, шүкіршілік жасап жатыр ғой, сонда да соны сездім да. Бірақ жетіспей тұрғанын сол. Дені сау адамға. Қызмет жасаған келеді, жаңа сіз сияқты өзіміздің бар білетімізді бір адамдарға, қоғамға көмектесіп, мысалы шаңғыға шығамыз, горкаға шығамыз, суға түсуге шығамыз. Былай кезде үйде көп әйелдер бар ғой. Жоқ, сондай кезде не істеу керек? Не ұқтыңыз? Мысалы, айталық, қазіргі көркем сол 2020 қай жылы болды? 20-шы жыл болды. 2020 жылғы осындай білім болса, сіз не істер едіңіз? Осындай білім болса, мүмкін осы кезге дейін күресіп келе жатырмын. Енді мен сізде бір нәрсе үйрендім. Күресіп келе жоқ. 2020 жыл дейік қазір. Қиялмен етейікші, мысалы да. 2 жыл өз мамандығым бойынша жұмыс істей алмай қалдым. Қиялмен біз адамның қиялы керемет қой. Алдыға да бара алады, артқа да бара алады. Қазір айтайық, 2020 жыл. Қай қалаға көшіп келдіңіз? Ақтау қаласынан Оралға көшіп келдім. Сіздерге де бұны мини тренинг деп есептейік. 2020 жыл Ақтаудан сіз Оралға көшіп келдіңіз. 19 жыл көшіп келдім. 19 көшіп келдіңіз. Оғанға дейін сіз белсенді түрде фитнес, адамдармен араласу, уақыт жоқ, жұмыс, осылай жұмыс болды. Мына жақта үйде 4 қабырғада тіреліп отырып қалдыңыз. Содан кейін коронавирус басталды, да? Әлбетте. Енді сіз қазір түсініп отырсыз, жыл өткеннен кейін сол үйде отыру, стресс, депрессия, уайымдау, өзіңді қоярға жер таппаудың бәрі. Шығатын амалдарын іздедім ғой, бірақ таба алмай тұрмын ғой. Таппадыңыз, бірақ таппағаннан кейін шарасыздық күйге түстіңіз. Солай ғой? Әрине. Жыладыңыз мүмкін да, уайымдадыңыз. Жоқ, бәрі өзіңіз түсінесіз ғой, көңіл күй жоқ.
Соның кеселінен жаңа біраз ауруларды жинап алыпсыз да, бірақ ол білінбей жатыр, сіз уақытында келдіңіз. Енді айтайық, осында мен сізге біраз сабақтар өткіздірдім да. Енді 2020 жыл сондай жағдайға түскен кезде сіз не істер едіңіз? Мысалы, қазір 2020 жылда отырсыз, Оралға келдіңіз, жұмыс жоқ, анда барасыз, мұнда барасыз, ешкім қабылдай қоймайды, орын жоқ, тағы бірдеңке да үйде отырсыз. Сіздің іс-әрекетіңіз қандай? Енді мен үйде отырып, осының бәрі жалғастыра бердім ғой. Дыхательный гимнастика жасаймын. Ол коронавирус кезі ғой. Жоқ, Көркем, қайталап айтайын. Коронавирус маған да келді, сізге де келді. Иә. Мен қоғаммен жұмыс жасай алмаймын ғой бәрібір. Жоқ, сіз де отырдыңыз, мен де отырдыңыз. Жұмысқа. Менде 12 қалада филиал, мен әбден үйренгем, келем, 1000 адам, 500 адам тыңдайды, лекция оқимын, дайындалам, спортқа барам, жүгірем да, бір күн түк үйге тіреліп отырып қалдым. Бірақ маған ол әсер еткен жоқ. Мен іспен киіз басу үйрендім, тігіп үйрендім. Жоқ. Әрбір жаңа курстар үйрендім. Түсінген жоқ, сіз айттыңыз. Сол коронавирус кезінде отырып қалғаным, ана жұмыстан ажырап қалғаным, маған кәдімгідей әсерін тигізіпті деп те, кері әсерін тигізді. Сездім, денсаулыққа тигізді. Соны тигізбеу үшін не істеу керек еді? Мен енді сізге бар өзім ойымның жауабын айтып жатырмын ғой. Сіз дұрыс емес деп тұрсыз. Жоқ, дұрыс. Мен өзім айтып берейін да. Негізгі ең алдымен да, бұл кісі айтады, сол кезде стресс болды ғой. Әрине болды. Енді сіздерге айтатын, егер сіз денім сау, ешқашан дәрі ішпеймін, жатып қалмаймын, дәрігерге мұқтаж болмаймын десеңіз, қазір мынаны үйреніңіз. Сіздің өмірде не болып жатса да, неше түрлі жағдайлар болады. Біреу жақын адамнан айырылады, тіпті баласынан айырылып жатады. Мысалы, мен де бауырым ерте қайтыс болып кетті. Мысалы, Асан Әли Әшімовтің баласы ерте қайтып кетті. Біреудің күйеуі тастап кетеді, біреудің әйелі тастап кетеді, біреу жұмыстан шығып қалады, біреу жазықсыз түрмеге отырып қалуы мүмкін, жала жабылып, біреуді келіп сабап кетуі мүмкін, бірдеңкесін тартып алуы мүмкін. Өмір болғаннан кейін неше түрлі жағдай. Сізге жазықсыз үстіңізден өсек таратады, қызғанады біреу, көре алмайды деген сияқты, алдап кетеді. Мысалы, мені кәсіпте жүрген 30 жыл бірге жүрген досым мені лақтырып ақшамды алып кетті. Құжаттарды өтірік жасатып ақша алып кетті. Мен оны соттасудың ұзақ екенін қойдым. Сондықтан қазір мынаны түсініп алыңыздар. Өмірдегі айтады ғой қазір жетістікке жету деген тренингтер өте көп. Успех, бір жақсы қызмет көрсету, жақсы атаққа ие болу, халықтың алғысын алу, болмаса шетелге шығу деген сияқты қоғамдың белсен. Оны успех деп айтады. Негізгі успех, ең үлкен успех адамның тірі болуы. Сондықтан таңертең оянған кезде әлемде не болып жатса да, сіздің өміріңізде не болып жатса да, сіз қуанатын бір нәрсе бар. Сіз тірісіз. Мысалы, бүгін мен әр таңда айтам, мынау мысалы бүгін маусымның 12-ші таңын бізге аман есен көруге Алла мүмкіндік берді да. Соны өтірік тілмен емес, жүрекпен айту керек. Өйткені сезіну керек. Бүгінгі таңды міне жер бетінде 500 миллион адам көре алмады. Біреу апаттан, біреу аурудан, түрлі немеден қайтыс болды. Ал мен әлі тірі екенмін. Енді бүгін тірі болса, бүгінгі күнімді керемет осылай қылып өткіземін, маған бір күн сүруге мүмкіндік бердің. Екінші айтасың, менің жақын адамдарым, бала шағам, ағайын туғандарым аман ба? Аман болса тағы да айтасың, я жаратушы, маған рахмет осындай мүмкіндік бергеніңе мен қуануға тырысамын деп. Сонан кейін қалған мен тірі болсам, ең бастысы осы қалғанның бәрі ол аксессуар, ол жылтырақ дүние. Жұмыс, карьера, атақ, бизнес, үй, көлік, бәрі ол аксессуар. Жылтырақ дүние. Майшам жанып тұр. Майшам, ол сенің өмірің. Ал оның астындағы түрлі сауыт, біреу алтыннан жасалған, біреу күмістен жасалған, біреу оның бәрі сенің бизнесің, үйің, атағың, жұмысың, туған туысқаның, бала шағаң. Оның бәрі мына от жанып тұрғанда маңызды. Мына от өшіп қалса, сен өліп қалсаң, бұның ешқайсысы маңызды емес. Сондықтан айту керек, бір күн өмір берді ме, құр өмірдің өзіне қуана білу керек. Көркем, мынаны айтайын, сізге жауап бір жағынан. Бір жағынан мен ол көріп отырғандарға жауапты. Мен анау 90-шы жылдары Ошо деген ақылманды көрдім. Сонда айтады, Америкаға барған кезде андай развлекательный ойын сауық кешендер өте көп екен. Неше түрлі бар ғой, неме деуші бір парктер болады, неше түрлі сондай деді. Мыналар ең бақытсыз ел екен деп шештім дейді. Неге десең, адамдар өмірге жай қуана алмайды дейді. Жай өмірге қуана алмайды, қуана алмағаннан кейін ол ойын іздейді. Казиноға бару, ананда ойнау, карусель, марусель, киноға көру деген сияқты. Жай өмірден ешқандай қуаныш ала алмағаннан кейін адам ойын сауық іздейді. Ол бір, екіншісі рахат іздейді. Қуана алмайды. Кішкентай бала өмірге былай қуанады.
Біздің аталарымыз, апаларымыз кезінде көркем. Мысалы, өзің аталарың кезінде. Телевизор болған жоқ, телефон болған жоқ, фитнес болған жоқ, жұмыс болған жоқ. Малдың соңында жүрді, үйде, кигіз үйде отырып, әлемнен. Олар бізден 1000 миллион есе бақытты болатын. Әркім. Мен айтады, таң атқанына шүкір, аман деп, табиғатқа қараса бақыттанады, талға қарап бақыт көреді, тауға қарап бақытты көреді, адамдардан бақыт көреді, сөйлесуден бақыт көреді, жай тіршіліктің өзіне қуана алады. Ал адам қуана алмағаннан кейін басқа нәрсе іздейді. Анау үзіліп қалғаннан кейін қайтадан не арақ ішеді, ол қуаныш емес, ол рахат. Тамақ жейді, дәм татады, ол рахат, қуаныш емес. Рахат пен қуаныштың арасында үлкен парық бар. Ал енді сен қазір, сенің апаларың, аталарың талада жүрген кезде бұның бірі болған жоқ қой. Олар ешқандай стресске түскен жоқ. Бұл қазіргі қоғамның, қазіргі адамдардың қасіреті, дерті, үнемі ойын сауық іздеу, үнемі бір орта іздеу, үнемі бір рахат іздеу. Қашан сен осыдан ада боласың? Саған ананың ештеңкесі керегі жоқ. Бар болса әрине қарайсың. Кино болса, тағы бірдеңке болса да. Дейді, сен жалғыз қалған кезде сенің көңіл күйің дұрыс болмаса, тұра тұр. Кейде айтады, мен енді осы сіздер айтамын. Жалғыз қалған кезде, үйде отырған кезде, сенің көңіл күйің дұрыс болмаса, сенің ана қасындағы адам, қасындағы сөйлесіп отырған адам нашар адам дейді. Қасында ешкім жоқ, жалғыз қалғанда. Оны мен орысша бүйтіп айтады. Когда ты одинок, тебе скучно, значит, собеседник плохой. Собеседник сен өзің болуға тиіс. Жұмысыңда атасын дұрсын, басқасында киноны да, сериалын атасын дұрсын, сен өзіңмен өзің тілдесе алу. Бұл жерде, мысалы, мистиктер, ішкі дүниелер тауға барады, сөткелеп отыралады. Өзінің ішкі жан дүниесімен, табиғатпен тілдеседі, содан ләззат алады. Қорытып айтқан кезде, Әбіш Кекілбаев керемет айтқан, оны қуанбағанға құт қонбайды, бағаламағанға бақ қонбайды. Біз немен бағалауымыз керек? Деніміздің сау екенін, тірі екенімізді, маңайымыздағы адамдардың аман екенін, соны бағалау керек. Осыған шүкірдеу керек. Екінші, неге қуану керек? Сен тірісің, мына табиғаттың бәрін аман есен көргеніңе қуана білу керек. Ана Тұрсынай деген қыз арбада отырып, мен бақытты екенмін дейді. Сондықтан ол ауырмайды, ол қозғала алмайды. Егер ол бақыт сезінсе, оның ішкі дәреттері жүрмей қалу керек еді. Өйткені ол қозғалмайды. Ол көңіл күйінің сақтап отырғанның арқасында шынайы ол осы уақытқа дейін өмір сүріп жатыр. Соны енді түсіндіре алдым ба, жеткізе алдым ба бірдеңке? Жақсы, бұл жақтан жақты не түсіндіңіз, не алып бара жатырсыз, және не өзгертем деп шештіңіз? Енді өте тамаша, керемет, жақсы жерде орналасқан, таудың жанында су, барлық жағдай бар. Медитацияңызды тыңдадық, мені гипнозды көрдік, сіздің айтқан нелеріңізді тыңдап жатырық та, кітаптан да оқып жатырық, бірақ көзбен көз көріп, бүткіл дүние жүзінен ілім іздеп бізге беріп жатсыз ғой. Соны енді арғай жалғастырып ізденеміз ғой. Бір нәрсе түсіндім, екіншісі судан қорықпаймын, салқын судан. Ол арманым еді ол. Достасу, аурумен қоштасу екен? Оны өте сол арманым еді бұрыннан. Мына Каспийға түсе алмай жүргенмін. Талай таңертең таңда шығамын. Ерте тұрамын мен негізі. 3:30-да тұрамын, 4-те тұрамын, жүрем, келем. Ана морж болып жатқан, Каспийға түсіп жатқан. Бір-екі рет қарадым, бірақ қорықтым. Өте салқын тигізіп аламын. Осы жерде өте керемет жеңілдік сездім. Сосын сіздің жаңағы ең ұнағаны сіздің мына қазақи дәстүрмен саумал, түйенің сүті, жаңағы жылқының биенің сүті, сосын енді фрукты өзінен шырындары, осылар жаңағыдай, сосын көп нәрсені сізден енді ұқтым. Үйге барғаннан кейін жалғастырасыз, ашығасыз ғой, барып, жылына 2 рет. Таза жүрсіз бе? Тюбаж жасап жүрсіз үйде? Жоқ, үйде оған да дайындап жүрмін. Бұл жақтан тюбажды үйрендім, клизманы да дайындап қойғанмын, үйде грелка бәрі тұр, андай ескі советский методпен. Көп нәрсені сізден үйрендім. Осы орталықта үйрендім. Енді мен арманым, осы сіздің өзіңіз қойған мақсатыңыз, осы Қазақстандағы барлық халық енді түсінетін, еститін адам, осы салауатты жаңағыдай тынығып, таза ауамен, дәрісіз, химиясыз. Дәрісіз, химиясыз. Ең қиыны сол болып тұр ғой. Бәрі қазір дәрігерге жүгінеді. Бір нәрсе болса дәрі ішеді. Сіз ана парацетамолдың құрамын айттыңыз ғой, мен анда-санда бір 4-5 күн ауырғанда ғана ішетін парацетамолды. Ең бауырды отырғызып, гепатитке ұшыратсын. Бір қатты, онда да мен жүре беремін, нетпей. Соны мен шошып кеттім, единствен парацетамол ішетінмін. Сосын енді менің ниетім негізі, сізге келіп, осының бәрін көзбен көріп,
Оралда басқа жақта ашамыз дегенсін, Оралда да ашса екен Тамаша. деген Иә. ниетпен. Кеше Нұргүл айтты. Мен де дайын, іштей дайын. Сіз Көркем қарындас қуандым, ең YouTube'дан бастысы көргенде. осыны өзі өмір бойы ұстанып жүрген адам. Жетіспейтін жаңа нәрсесін көрді, мұздай суға түсудің керемет екенін көрді, гипноз, гипнотерапияның керемет екенін көрді. Сізден енді Оралдан ашамыз десеңіз, біз сізбен серіктес болып істеп, халықтың алғысын аламын десеңіз, біз дайынбыз. Міне оралдықтар болса жіберіп қойыңыздар, алла қаласа 1-2 айдың ішінде Оралдан ашамыз. Осыны толықтай осы жерде не істеліп жатыр, сол жерде дәл соны бірге бір істейміз. Сондықтан анау Оралдан ол да жол шығыны келіп қажеті болмай қалады. Менің арманым бүкіл Қазақстан қалаларынан, қолжетімді Қазақстанның бүкіл қалаларынан ашу, қазақты дәріден, мына химиядан құтқару. Сол кезде деніміз сау болады, Құдайға шүкір бізде таза тамақ бар. Жақсы Көркем, өте қуаныштымын. Сізге көп рахмет. 43-ші ағым осы жан мен тән сауықтыру орталығына келіп, Ахметбек Нұрсила мырзаның тәсілі бізді Қазақстанда бірінші, дүние жүзінде бірінші деп айтам. Потому что бұл деген патриоттық сезім біріншіден, халықтың болашағын, ұрпақты ойлау. Мен де сондай өзімді үлескім, қосқым келеді. Бәрімізді артымыздан сіздің мына әріптестеріңізге, өздеріңіз жеке-жеке айтып жатыр, Нұргүл ханымға, Рамазан мырзаға бәріне рахметімізді айттық. Енді көрмеген адамдар болса, осы бәрін біздің атымызды айтасыз. Ең бастысы, үйге барғаннан кейін осыны ұстаныңыз да. Сол кезде жаңа судың арқасында, ағзаны тазалаудың арқасында жаңағы жиналған дерттің бәрін ізі де қалмайды. Жарты жылдан кейін. Мұзды енді оны ойластырып қойдым. Динамо деген не бар? Былтырда қарып кеттім. Енді келем су еріп кетті ма, мұз еріп кетті ма, бір нәрсе болды. Енді соны білсем, бір ағымға келіп мұзды үйренем бе, әлде ол қалай болады? Көрсетеміз, бәрін айтып береміз. Сізге көп рахмет. Жақсы. Міне құрметті Нұрсила каналының көрермендері, осы жерде ең басты алып кететін екі нәрселеріңіз. Біреуі 30-40-тан асқаннан кейін мені іс жерім мазаламайды деп бейқом жүре бермеңіздер. Міндетті түрде үкіметтің өзінің скрин дейтіні бар, соны қанды тапсырып, әсіресе қалқанша бездің барсаңыздар айтып береді, ТТГ, Т3, антитипол деген көрсеткіштері бар. Содан кейін УЗИ мен өт жолын міндетті түрде жылына бір рет тексеріп отырыңыздар. Бір мәселе басталса, соны табиғи жолмен емдеп шығу үшін. Екіншісі, ешқашан жұмыстан айырылдыңыз ба, көштіңіз ба, қандай өміріңізде не болып жатса да, өз өміріңізді құрбандыққа шалмаңыз. Өз өміріңді құрбандыққа шалу деген сөз, сен біреуге ашуланып ренжи бастадың, болмаса біреумен ұрысып төбелесе бастадың. Бұл деген сөз өзің қастандық жасау. Одан өзің де зардап шегесің, анадан да зардап шегеді. Бәріңізге деніңіз сау, ұзақ бақуатты өмір сүрулеріңізге тілектеспін. Бұл жерден жақсы бір ой түйсеңіздер, лайк қойып, комментарий қойып, және де жақын таныстарыңызға тарата жүріңіздер. Бәрінің денсаулығының кепілдігін, сізде денсау болуына сіз кәдімгідей осымен үлес қостыңыз деген сөз. Жақсы, келесі сабаққа кездескенше сау саламат болыңыздар.